Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай шоколадты банан әзірлейтін боламыз. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп кетсеңіздер, және де біз шоколадты бананымызды әзірлеуге көшетін боламыз. Небәрі 3-ақ заттан тұрады. Банан, шоколад және де сары май қажет болады. Ең алдымен біз бананымызды сыртынан ашып тазалап алатын боламыз. Балаларыңызға жасап берсеңіздер, балмұздақтың орнына да өте керемет әрі пайдалы болып шығады. Міндетті түрде жазып жатсаңыздар, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Осылай барлығын тазалап алатын боламыз ең бірінші. Менде қолданатын Қазақстан шоколад. Егер сіздерге басқа да шоколадтардың түрі ұнайтын болса, кез келгенмен жасауға болады. Екі басын осылай кесіп тастаймыз. Және де осылай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Жасап көрсеңіздер өкінбейсіздер. Тек балаларға емес, өздеріңізге де жасап көрсеңіздер болады. Осылай шоколадымызды су буында ерітіп алатын боламыз. Енді шоколадымыз ерігенше осылай бананымызды шпажкаға тығып дайындап аламыз. Бұны бастаған соң тезірек жасап тастауға тырысыңыздар. Себебі банан өздеріңіз білесіздер, тез қарайып кетеді. Сондықтан да тезірек жасап тастаңыздар. Осылай жеке-жеке жасап алдым. Енді осыны шоколадқа малып шығатын боламыз. Мінекей осылайға шоколадқа малып шығамыз. Және де әрлеп өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Мен осылай жасадым. Бетіне кез келген нәрсе қойып, десертке де ұсынсаңыздар өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.